Міне, бисмиллахиррахманиррахим. Қазақстандықтар, мынаны қараңдаршы. Міне мен арал тұзын қазір төгіп жатырмын, қара. Мынау арал тұзы біз асқа пайдаланамыз. Солай емес пе? Ал енді бұның арасында не бар? Бұның арасында қара тастар бар. Бұл йодталмаған, арасында әппақ бір таблет сияқты бірдеңкелер бар. Енді таблетка ма ол не екен бір алла біледі енді. Лупарикті алып келші жаңағыдегі. Лупарикті бер де маған. Лупарикті бер деп айтшы Аманжол ағаңа. Мынаны қараңдар ағайындар. Осындай тұз болады ма? Баяғыда біз қандай тұз жейтін едік? Мына арасын қараңдаршы. Міне. Мына қараңдаршы ағайындар. Міне таблетка мынау. Былай жарық қыл. Міне. Мынаның арасында аппақ таблетка міне. Мынаның бәрі таблетка. Сонда біз не жеп жатырмыз? Соны білгіміз келеді, ағайындар. Мынаны қарашы, міне, шетіндегі. Міне. Міне. Сонда бұны кім қадағалап отыр? Жоғарыдан кім рұқсат беріп отыр? Мына Қытай деген оңбағандар тірідей өлтіретін болды ғой қазақстандықтарды. Қазақтар, оянсаңдаршы. Босыны жеп отыра бересіңдер ме, босында дәріні? Болашақтарыңды ойласыңдаршы. Ақша деп өлесіңдер ғой сендер, жоғардағылар. Қарасыңдаршы, мына контроль жасасаңдаршы. Ұялмайсыңдар ма? Не деген масқара мынау? Ішінің бәрі таблетка мынау. Қара тас аралас таблетка. Жақындатып түсірші, мынаның арасы міне. Міне таблеткалер, міне. Міне мынаның бәрі таблетка, міне. Мұш көрсеңші. Міне. Міне. Міне мұжылы басы, міне. Мынаны қара. Тұз осындай болады ма? Міне қараңдаршы. Бізді тірідей өлтіріп жатыр қазақтарды. Қытайлар, оңбағандар, қытайлар, доңыз жегіштер. Неге қытайлар кіргізесіңдер, жоғардағылар? Одан бұрын мына қазақтың, мынау асқа күнделікті пайдаланатын тұзды ең болмаса таза жиікті. Осыған сертификат беріп отырсыңдар ғой, арал тұзға кім істеп отыр бұны? Басында кім отыр? Қытай отыр, әрине. Ішінде сорлы қазақтар да бар, осының ақшасында қызығып, соны көзін жұмып қарап отқандар, оңбағандар. Сендер немерелеріңде, балашағыңда жеп отыр осының бәрін. Не деген масқара мынау? Дәрі ғой, мынаның бәрі дәрі ішіндегі. Адамның ашуын келтіресің, әрине ашуланып сөйлейміз. Осындай нәрсені көріп отырып.